Шығасыға есі басшы деген қазақ тегін айтқан ба. Айдың күннің аманында сау басын саудаға салып, осыншама әуре сарсаңды ойлап тапқан Розалияның өзі. Әйтпесе қайтсек те балалы болайық, артымызға тұяқ қалдырайық деп жаныққан жанайдар жоқ болатын. Ұрқым үзілмесін, ошақтағы отым сөнбесін деп тілейтін баяғы заман өтті емес пе? Жанайдар жаңа заманның адамы. Шүкір, адамзаттың болашағы бұған қарап тұрған жоқ. Қазір жер шарында 6 миллиардтан астам адам бар. Әр сөкен сайын дүниеге 4-5 нәресте келеді. Әне, сізге ұрпақ керек болса, адамзат солардың аштыққа, өлім жітімге ұшыратпай аман-есен қатарға қосып алса да аз олжа емес. Айтпақшы, қазақтың санын көбейту, өз қанын, өз әулетіңді өсіру қайда қалады дейсіз ғой. Фамилия керек пе сізге? Табиғат бұл жағынан Жанайдардың міндетін жеңілдеткен. Ауылда Досқараевтар жетіп артылады. Жанайдар 7 ағайынды, соның 6 ауылда. Ағаларының әрқайсысы 7-8 баладан, жаңылмаса бір жеңгесі бала санын 10-ға толтырып, батыр ана атандау деймін. Жанайдар осы қалада солардың балаларын оқуға түсірем деп ақ шаршады. Әр үйден бір бала оқытқанның өзінде таусылып бітілмейді-ау. Бертінде ақылы оқуы шыққалы көз ашылды. Әйтеуір бұрынғыдай біреуге барып жалынбайсың, ақшасын төлейсің де қалаған оқуыңа түсе саласың. Ал қазір қазақтың санын көбейтуге келсек, ол үшін бас қатырып жүрген кім бар қазір? Үй бағасы мынау, аспанға шыққан. Соны көре тұрып, үйсіз жерсіз пәтерсіз біреулерді көбейтіп бергенде не шығады? Жанайдардың өз үйінде бүгінге дейін нәресте үні естілмесе, ол Құдайдың ісі. Құдай беріп жатса тастамас еді, бермесе оған енді амал жоқ. Бұл тірлікте 4 аяғын тең басқан кім бар? Біреу малдан, біреу бастан тарғат. Тағдырдың есеп шоты сұмдық. Бір жақтан шағылса, екінші жақтан жағылады. Соны шүкір, шығындар жай жоқ. Жанайдарда қазір бәрі бар. Сұлу әйел, әсем қора-жай, жүйрік машина, жыл сайын өрге басып түтіне түзу ұшқан бизнес, жора жолдас, дос жаран, осылардың қызығында жүріп, үйленгендеріне 15 жыл толған өздері де аңғармай қалыпты. Қазақта қатын алма, қайын ал деген сөз бар. Бұл жағынан тағдырға өкпесі жоқ. Жанайдар қайын жұртқа жарыған жігіт. Анасы марқұм баяғыда немерелерін уатқанда сал білек, байдың қызын ал білек деп бесік жырын айтушы еді. Сол тілегі кенжесі Жанайдарға дәл келді. Алматыдағы халық шаруашылығы институтын бітірер-бітірместен білдей министрдің қызына үйленді. Мәртебелі ұлықтың мәпелеп өсірген жалғыз қызы. Өзінен 2 жас үлкен, онысына да қараған жоқ. Шет тілдер институтын бітірерде әлде бір жігітке қосыла жаздаған ба, оны да тектеп жатпады. Бүгінгі жастар ондаймен есептеспейді ғой. Жанайдар да тым ғұрапи болып көрінгісі келмеді. Сұңғақ бой, сұлу ажар, келісті келбет көзге түспей қалған жоқ. Розалия оны бір көргеннен ғашық болған көрінеді. Көзі ашық, естияр қыздар біледі ғой кімнің кім екенін. Соңғы сәнмен малынып киінген Розалияның да ақсазандай тоғысқан кез еді. Әлгі жұрт айта беретін қаз омырау қыпша белдің өзі. Жанайдарда кетәрі болған жоқ, бірден құлап түсті. Алдыңғы той жабдығымен қалаға бір келгенде Розалияны әкесі Досқараға көрсеткені бар. Қалқозда 40 жыл бойы қой баққан әкесі ойына келгенін ірікпей айта салатын әпенді шатыстау кісет. Болашақ келініне көңіл толған болар. Балам, қатын жағын қатырған екенсің деп бір оңашада мұның құлағын сібәләпті. Арада ай өтпей бұлардың үйлену тойы болды. Онда колхоздың қаспағы әлгі тарамаған кезі. Озат Чопан Досқара баласының тойына бүкіл өрденін тақып келді. Тақ бір өмір бойы министрмен құда болып жүргендей той түрінде шіреніп отырды-ау. Марқұм өмірі жасымайтын ер көңілді кісі еді. Сол тауы шағылмаған, қыры сынбаған күйі дүниеден өтті. Жанайдар мен Розалияның махаббаты бала дәурені тым ұзаққа созылды. Әсіресе Жанайдардың қуанышында шек жоқ. Бардам жерден қыз алған неге жаман болсын? Бұл басқалар сияқты тойдан кейін қалай өмір сүрем деп уайымдаған емес. Той той үстінде
жас отаудың бар қажеті, бұлардың мәселесі шешіліп қойған. Розалияның ағалары қайын жұрты кеңес дәуірінде билік қызығын әбден көрген, жаңа заманда сол билікті байлықпен ұштастырған үйлі көкжалдар екен. Қаржыгер экономист деген мамандығы бар жігерлі жас күйеу солардың тобына қосылып та кетті. Өмірдің қызығына белшеден батып, табыс табу соңында мықтап түскен Жанайдар тұрмыста әлде бір мұқтажым, кем кетігім барау деп ойламапты ғой. Қол қалт етсе қасына Розалияны ертіп алып, шетел курорттарына бой жазып, сейіл серуілмен жүре беріпті. Өздерінде әлі бала жоқ екенін сезгендегі соңғы 2-3 жылдың айналасы. Оны да еске салған Розалияның өзі отандасқандарына 10 шақты жыл өтсе де әлі күнге дейін бала таппағанын әлдімен сол байқады. Үйлерінде бәрі бар, тек бала жоқ. Жаратылысынан айтқанын орындап үйренген адуын әйел, ол жоқтың орнын толтыру керек деген байламға келген. Алдымен әркім кім кінәлі екенін анықтау керек. Жанайдарға сездірмей әйелдің өзі дәрігерлік тексеруден 1 емес 3 рет өтті. Бірақ қайда барса қорытындысы біреу. Бәрі де Розалияны бала көтермейді деп тауыпты. Студент кезінде бір түсік тастатқаны бар еді. Соның зардабы. Демек, балалы болудың басқа тәсіліне көшпесе амал жоқ. Розалия енді соны зерттей бастады. Бұл заманда оның неше алуан жолы бар көрінеді. Кең тараған түрі жетімдер үйінен бала асырап алу. Алайда мұның күмәнді жағы көбірек. Тастаны жетімдер арасында қайбір оңған бала шығар дейсің. Дені сау, ақыл есі бүтін, тәуірінде кезіксе жақсы. Ал қанына арақ пен есірткі араласқан нақұрыс біреуіне жолықса не болмақ? Бала емес пәле тілеп алу ғой мұның арты. Соңғы жылдары кең етек ала қоймаса да тұрмысқа ене бастаған тағы бір тәсіл жалдамалы анаға таптырып алу. Мұның тиімді жері жалдайтын ананы өзің таңдайсың. Балам жақсы болсын десең, неғұрлым дені сау, көрікті әйел іздейсің әрине. Дәрігер сол өзің келіскен әйелге күйеуіңнің ұрығын қондырып береді. Тек әйелдің ақысын дұрыстап төлесең болғаны. 9 ай 9 күнде балаңды қолыңа салады. Ал әрі қарай баланы емшектен шығарып бер десең, оның ақысы бөлек. Қазір осыны кәсіп етіп жүрген әйелдер бар деседі. Жұмыссыз, кәсіпсіз қалған қыз келіншектерге бұл да талғажау. Бір баланың ақысы біраз жылға азық. Қазір қалталы бай әйелдер бала көтеруге ерініп, әрі сымбатын бұзғысы келмей, қызметтің осы түрін пайдаланып жүрсе керек. Кейін дау шығады деуге негіз жоқ. Нотариус бекіткен шартқа екі жақ қол қоятын көрінеді. Розалия ары ойлап, бері ойлап көріп, осы соңғы тәсілге тоқтаған. Демократияның бір жақсысы, ақшаң болса бәрін істеуге болады екен. Жалдамалы күйеу, жалдамалы әйел, жалдамалы ана. Бәрін жалдауға болады, тек осыған Жанайдарды көндіру керек. Сонан кейінгі басты мәселе, дені сау, қаны таза, өзі жас, көрікті әйел табу. Таныс біліс туыстарынан табылса оңды болар еді. Бірақ олардың соңынан еритін піш-піш өсегі жаман. Одан гөрі бейтаныс қаймана қазақтың өзі дұрыс. Розалияның жер туысқан жолымыр жеңгелері бар. Солардан ақылдасып жөн сұраған дұрыс. Сол жеңгелердің ақылымен Жанайдарға бәрін бірден лақ еткізбей шым-шымдап жеткізді. Күйеуіне қолқа салар алдында нағыз назын өткізіп көңілдендіріп алатын әдеті. Әлде қыздан бетер қылығы бар, пұшпағы қанамаған, ту байталдай жас әйел жалындап өртене сүйген кезінде одан төтеп бере еркек кіндік жоқ шығарау. Осылайша күйеуін отқа қақтаған темірдей балқытып алып, бала туралы әңгімеге содан кейін көшіп еді. Алайда Жанайдардың да қырсығы бір басына жететінді. Мына жаңа ортаға келгелі оның санасында қайын жұрттың шылауына кетіп жүрмейін деген бір қарауыл тұратынды. Сол қарауыл дабыл қаққан болар. Намысқой жігіт әйелінің сөзіне бірден ыршып түсті. Әсіресе жетімханадан бала асырап алу дегенде үзілді кесілді қарсы шықты. Мен саған көшеден де бала тауып кел деп қашан айттым? Жалпы маған бала керек деп жалындым ба? Деген ашудан өзін қоярға жер таппады. Жетімханадағы иесіз тексіз тастанды баладан жөн түзу адам шығады деп кім айтты саған деп әргіден гөрі сәл сабасына түсті. Өзімнің туған ағам бір бала сенің бауырыңда өссін деп
бір жастағы кенжесін осында алып бергенін білесің. Бала керек болса өз қанынан жаралған соны алмайын ба, деп сабырлы қалпына қайтадан түсті. Бұл жолы әңгіме осымен тоқтаған. Ағаның баласын асырап алуға келгенде тым ынталы болмай селқостық танытқан Розалияның өзі еді. Сол кінәсі есіне түсті де үндемей құтылды. Арада біраз өткенде тақырыпты қайта жалғастырған. Мынасы мүлде басқа әңгіме. Бұрын қазақ қауымында болмаған тың жаңалық, медицинаның соңғы жетістігі. Екеуі төсекте әрінен сөз етіп жатқанды. Бір сөздің кезегінде Розалия: жарайды, өзге қаннан жаралған бөтен баланы қойдық, ал өз кіндігінен бала сүюге мүмкіндік туып жатса, оған қалай қарайсың, деген күйеуінің әр қимылын аңдып. Құдай беріп жатса, өз баламнан безет дейсің бе, деді Жанайдар оған онша мән бермей. Қаласаң бала сүюге әлі де кеш емес. Жалғыз-ақ айырмашылығы ол баланы менен емес, басқа ел көтереді. Не дейді-ау, сен өзің маған тоқала бергелі жатқан жоқсың ба? Жанайдар қарқылдап күлді. Дәмесін, қуанып кеткенін қара, деп Розалия мұның бүйірінен нұқып қойды. Нақ олай емес, тыңда, деді сонан соң. Шетел фильмдерінен көріп жүрсің ғой, жалдамалы суррогат мать деген. Сол тәсіл біздің елге келіпті. Я, ол әйелді қалай тудырамыз сонда, деді Жанайдар елеңдеп. Қазір ақша үшін бала туып беретін әйелдер шығыпты. Дені сау көрікті әйелдің өзің таңдайсың. Тоқтатқаннан кейін барып бағасын келсесің. Ол әйел баланы кімнен табады? Баланың әкесі бірдеңе сұрайтын шығар, деген әңгімен Жанайдар қойды. Түкте түсінбепсің. Розалия сылқ-сылқ күлді. Баланың әкесі сен боласың. Дәрігерлер сенің ұрығыңды алады да әлгі әйелге қондырады. Енді түсіндің бе? Түсіндім. Мен қойшының баласымын ғой. Біздің ауылда саулықты қолмен ұлықтандыратын. Соған ұқсас бірдеңе ма сонда бұл? Деді. Қошқарға айналамыз ба сонда? Сен нағыз қошқарсың. Саған бір қора қой керек, деді Розалия күйеуін айбалап. Ол әйелді кім таңдайды, сен бе мен бе? Табатын мен, таңдайтын сен. Баламыз сұлу келбетті болу үшін көтерген әйелдің де өңді болғаны жөн. Жанайдар бір сәт үнсіз қалды. Бейтаныс әйел, одан бала туатын бала санасына сыйдыра алмай жатыр. Еміренбеген, исінбеген, бір сөзбен айтқанда махаббатсыз некесі туған баладан не күтеміз сонда? Бір безбүйрек жауыз біреу туып, сорымызды қайнатып жүрмей ме? Деді әлден уақытта. Олай болмайды. Бала қашанда текке тартады. Әке қаны 50%. Қайран бабаларым-ай, деді Жанайдар толғанып. Олар ұрпақ мәселесін қандай біргілікпен шешкен десеңші. Бірнеше әйел болған, өз қанымен неше алуан тоғыз жасатқан. Бірінен басшы, бірінен қосшы туған егде Қасым төре мен Құнанбай қажы тоқал алмаса, Кенесары мен Абай туар ма еді? Ол екеуінсіз қазақтың халі не болар еді? Осы сен, Роза, ең жақсысы, маған тоқал алып бермейсің бе? Қуын қара, деді әйелі айқара құшақтап. Жас келіншекке ауып кетпексің ғой. Мен сені баяғыда басыбытын ұтып алғамын. Енді ешкіммен бөліспеймін. Жарайды, ойнасақ та біраз жерге шаптық білем. Ертең жұмыс, ұйықтайық, деді Жанайдар сол жақ қырына ауып түсіп. Арада айға жуақ өткен. Қарбалас жұмысқа шетелмен сапар қабаттасып, бала туралы әңгіме бірте-бірте аяқ асты ұмтыла бастап еді. Әншейінде бұл үйде бала деген сөз табу, яғни тыйым салынған тақырыпқа жатады. Әйелімнің көңіліне келмесін дей ме? Жанайдар жұрт көзінше балаға еміреніп, шіркін-ай деп жатпайды. Бірақ бала тақырыбын Жанайдар ұмытқанмен, Розалия бұл істің астарын жүргізіп жатыр еді. Енді есіл дерті кеткенін, осы бір іңгәлаған бала даусын есту үшін қолынан келгеннің бәрін жасады. Сол үшін ақшаны да басқанда аяп қалар түрі жоқ. Бұлар бір талайдан үйлерінде қызметші әйел ұстайтынды. Үй жинайды, дүкеннен азық-түлік әкеліп, кешкі тамақтарын істеп қояды. Бұрын ол міндетті егделеу орыс әйел атқарушы еді. Ол Ресейдегі ұлына кетіп қалды да, бұлар біраз уақыт қызметшісіз қалған. Жанайдардың ойында ештеңе жоқ. Бір күні кешке таман өз кілтімен есік ашып ішке кірсе, бір жап-жас әйел үйде жүр. Қыз ба, келіншек пе, жіп тағу қиын. Әйтеуір кімде болса ірі бауызға салғандай мөп-мөлдір. Өзі бет моншағы төгілген ибалы жан екен. Жанайдармен ерін жыбырлатып ізетпен амандасты да ас үйге тез шегініп кетті.
Көз ұзамай жұмыстан Розалия келіп қалған. Ол өзі туризм департаментінде әжептәуір бастық. Шетелге шығатын 9 тарау жолдардың кілті осылардың қолында. Өзі бүгін көңілді екен. Ішкі үйден киім ауыстырып қайта шықты да Жанайдарды жаңағы әйелмен таныстырды. Танысып қой, аты Балайым. Құда қаласа, бүгіннен бастап осы үйде қызмет істейді. Бізбен бірге тұрады. Сол үшін бір бөлмені босатып қойдым. Ал мына кісі Жанайдарды нұсқап, осы үйдің отағасы. Қысқасы, сіз бен біз осы кісінің құзырындамыз. Сөйтіп ойда жоқта бұлардың өміріне Балайым деген тағы бір әйел қосылды. Жанайдар басында бұл жаңалыққа бәлендей мән бере қоймаған. Үй қызметіне кімді алу әйелдің шаруасы. Мұның байқағаны Балайым бас таза сияқты. Жүріс-тұрысы ширақ, еңбекқор жан екен. Өз жұмысына ұқыпты, істеген істері тап-тұйнақтай. Аз уақытта қос қабатты әсем сарайдың бар шаруасын дөңгелетіп алып кетті. Өзінде еркектің көзін арбайтын жасырын сұлулық, әлде бір тартымдылық та жоқ емес. Тек неден екен әлде қандай жасып қалғандық байқалады. Уақыт өте ұғынғаны Балайым есік көрген келіншек. Күйеуі осыдан жыл бұрын жол апатынан қайтыс болыпты. Одан 1 жасар ұл қалған екен. Оны ата-енесі баламыздан қалған тұяқ деп ауылға алып кетіпті. Бұған енді қарайлататын да қарайтатын да түрлері жоқ. Балайым осының алдында Розалияның бір ағасының үйінде 1 жылдай қызметші болған. Розалия келіншекті көріпті де ат түйедей қалап сұрап алыпты. Сірә сол үйдегі жеңгесі екеуінің арыдан ойластырған бір құпия жоспары болса керек. Көп ұзамай осы құпияның шет жағасы біліне бастады. Розалия жеңгесі екеуі үпілдеп жүріп Балайымды жалдамалы ана болуға көндірген сияқты. Жоқшылық кісіге не істетпейді. Балайым басында өйтіп күнәлі болған жайым жоқ деп илікпеген екен. Егер аман есен босансаң, қаладан 2 бөлмелі үй сатып әпереміз дегенді естігенде буынды босай бастапты. Оған дейін осы үйде Розалияның көз алдында ерекше күтімде болады. Өсек аяңға жол жоқ, құпия сақталады. Жанайдардың жанына тигені осының бәрі мұның қатысуымен сырттай кесіліп-пішіліп қойылған. Бұл бейне керек кезінде ұрығын алатын жануар секілді. Айғыр ма, қошқар ма, соған ұқсас бірдеңе. Розалия осының бәрін майда тілмен бипаздап жеткізгенде Жанайдардың ашуы қысқан соншалық ызадан тіл ауыз байланып қалды. Тұла бойы тұтас бомбаға айналған, аузын ашсақ жарылып кететін секілді. Енді қайтып әйелін көрместей, бұл үйдің есігін қайта ашпастай қатты сөздер айтып тастауы мүмкін еді. Ашу дұшпан ақылдос. Бірдемені бүлдірмей тұрғанда аулағырақ кеткенді жөн көрген. Сол оймен ләм-нем деп тіс жармаған күйі есіктен шығып жүре берді. Үй іргесінен басталып тау жаққа бет алатын суыртпақ жол болушы еді. Сол соқпаққа түсті де аяңдай берді. Талай жүрген жолы демалыс күндері 3 сағатта осы маршрутты бір айналып өтетін әдеті. Сол баяғы таныс жартас, таныс қарағайлар. Көз алдына әйелі Розалия кетпет. Ақ борықтай сұлу мүсін, тұнжыр көз, бар тізгінді соның қолына алған. Қалай ұстатып қойған өзі де білмейді. Алғаш қосылған сәттен солай болған ау сірә. Баланы жастан қатынды бастан деген қазақ тегін айтқан ба? Айналып келгенде кіріптарлықтың кесір ғой бәрі. Әу баста бұл күшік күйеу атанып, осылардың қолына кірді ғой. Сол құдалықтан бұл әлі құтылған да жоқ, құлдық болды. Розалия мұны өзіне жалдамалы күйеу қылды. Енді міне жалдаманы әйелден бала туғызып алған. Енді соған әкетпек. Бәрі де соның қалауы бойынша. Көз алдына ескі суреттер қылаңдады. Ауылда қой ұрықтандыратын орталық болушы еді. Қошқардан алынған ұрықты шыны шишаларда, тоңазғышта сақтайтын. Ұрықтандыру кезінде қой отарлы кезекке тұрып қалады. Мұның әкесі шындағы мұздатылған ұрыққа сенбей, өзінің кілең егіз тудыратын айғыр енді қошқарларынан қолма-қол ұрық алдырып, саулықтарына соны қойдырушы еді. Шопандардың күйлеген қойлары іркілуі де қызық. Күйлеген сайын сол ұрықты салатын. Айызған қошқардың бауырынан бір өтпей кетпейді-ау. Кейінгі уақытта қой етінен дәм қашқалы осыдан деседі білетіндер. Енді міне сол малға жасалатын зорлық адамға да келген бе? Адам болғанда да алыстағы біреу емес,
Жанайдардың өзіне. Көз алдында өзінің емханада қалай жатқаны, ұрықты қалай беретіні елестейді. Ұрықты бұлар мұздатып қояды ма екен, әлде қолма-қол сала ма? Екінші бір төсекте мықын үзіліп, бөксесі бөгелеңдеп балайым жататын секілді. Осы тұсқа келгенде Жанайдардың төбе шашы тік тұрып, тұла бойы шымырлап кетті. Жетер деді. Кімге айтқаным белгісіз, өмірден ұрпақсыз өтсем де, өзімді ондай қордауға бере қоймаспын. Жанайдар сол күні кешке әйеліне дауыс көтермей, ұрыс-керіссіз өркениетті түрде былай деді. Розалия, шыныңды айтшы, сен осы үйде іңгәлаған бала дауыс шыққанын шынымен де қалайсың ба? Қаламасам, сол үшін суррогат қатын іздеп осыншама әуреге түсем бе? Ендеше тыңда, мен мал сияқты ырықтандыру пунктіне бара алмайын. Және өзім сүймеген, өзім құшпаған әйелден туған неғайбыл нәрестені балам деп танымаймын. Осы есіңде болсын. Ойбай-ау, біз балаймен келісіп қойдық қой, деді Розалия дағдарып. Дені сау жап-жас келіншек, өзі сондай сұлу, баламыз жақсы болсын деп әдейі таңдадым ғой. Балайымның басына мен де ешқандай кеміткім келмейді, деді Жанайдар. Мүлде жайбарақат. Егер шынымен де одан бала сүйгің келсе, менімен бірге адамша төсекте жатсын. Құдай бірдеңе беріп жатса, далаға тастамаймыз. Бұл мәселеге келгенде Розалия еш айта алмай, сөзін дағдартып бөгеліп қалды. Жанайдардың өзге әйелмен бірге жатқаны мұның ойына да кіріп шыққан емес. Ұрық дәрігердің қолынан өтпесе, олар анықтама бермейді ғой. Дәрігердің куәлігінсіз арадағы келісім шартты нотариус та бекітпейді, деді әлден уақытта ойын жинақтап. Жанайдар қарқылдап күрді. Қазір дүниеде жер басып жүрген 15 миллиондай қазақ бар. Солардың бәрі дәрігерден куәлігімен нотариустың таңбасын басып, бақылауымен туып па? Бала керек болса, оны малша емес адамша төсекте жатып неге тумаймыз? Сенің арам ойың тоқалалы ғой, деп Розалия еңіреп жылап жіберді. Білемін, сен балайымға көзің түсіп жүр. Жас әйелдің қойнында құмардан шығып жатпақсың ғой. Енді ол жағын әйелдер өздерің шешіңдер. Мен айтарымды айттым, деп Жанайдар орнынан тұрып кетті. Арада үріс үзіліс. Біразға дейін бұл тақырыпта әңгіме болған жоқ. Араларында ештеңе болмағандай, Розалия да бұрынша жайраңдап жүріп жатыр. Қанша дегенмен шет жұрттармен араласып жүрген адам ғой, дипломатиясы жетеді. Бірдеңені үсті-үстіне қазбалап ұрыс-керісті ушықтырып жіберетін анайы әйел емес. Өз ойын қашан, қалай айтуды жақсы біледі. Оған қарағанда балайымда бір өзгеріс бар. Соңғы уақытта әлденеге көңілді жүрді. Жанайдар бірнеше рет оның ас үйде ыңылдап өлең айтып жүргенін байқады. Розалия мен арадағы келісімге өз басы дән риза сияқты. Небәрі 25-тегі жас әйелге тәйір бала табу деген сөз болып па? Сол аралықта үйлі-күйлі болып өз алдына дербес тірлік етуге асығатын тәрізді. Олай-бұлай ұшырасып қалғанда Жанайдарға әлде бір жылылық пен жан тарта қарайтынды шығарды. Жылы жайлы мекенде алаңсыз тұрмыш кешкенге құрғыр қараға аунаған түлкідей ажарланып күн өткен сайын әдемленіп барады өзі. Соңғы кезде Розалия ханымда бір өзгеріс бар. Күйеуінің айтқанына қайтпасын білген соң төлгесекте тоғысу дегенге ол амалсыз көнген сияқты. Тәйірі бір түнде бір аптада тұрған не бар? Оған еркектің түгі де кетпейді. Тек дүниеге бала келсін деп тілеңіз. Осы бай баламға өзі де келісіп қоймай, оған балайымды да көндірген осы шамасы. Ол тіпті ешқандай қарсылық білдірмеген көрінеді. Ұрық салу дегеннен сырттай шошып жүрген байқұс мынаны естігенде қуанып кетсе керек. Арада келісім шарт бұрынғы қалпында қала бермек. Балайым баласын тауып береді де ақысын алып жолға түседі. Енді Жанайдарға шегінетін жер қалмаған, төсек мәселесін қозғаған өзі. Мұндайға Розалия өлсе де келіспес деп ойлаған, қырсыққанда әйелінің бұған да көніп отырғанын көрмейсің бе? Сонда Розалияның бұл қылығын қалай қылуға болады? Ерегес пе? Қысас па? Әлде қайтер екен деп Жанайдарды сынағаны ма? Не болмаса күйеуін бақытты етудің жолында өз басын құрған қышалғаны ма? Қалай дегенмен Розалияның ойлаған іске асырмай қоймайтын қайсарлығы басында жетеді. Розалия қызмет бабымен бұрында шетелге жиі шығып тұратын. Осы жол ыңғайы солай болды ма, әлде әдейі ретін келтірді ме? Мамыр айында туризм жөніндегі әлде бір симпозиумға қатысу үшін Францияға жол жүріп кетті.
Қайтар жолда Германияға ат басын бұрмақ жарым айлық ұзақ сапар. Сөйтіп Жанайдарды Балайымның қасына қалдырды да, өзі Европа қайдасың деп тартып тұрды. Онымен де қоймай, әуежайда күйеуімен қоштасып тұрып, мұндай орай туа бермейді, уақытты босқа өткізбей, ұрпақ қамына кірсіңдер, деп тапсырып кетті. Розалия осындай тапсырманы Балайымға да берген бұлар. Бұлар оңаша қалысымен, келіншек бір тықырды сезгендей, бір түрлі бұйлығып, тұйықталып қалды. Жанайдардың қасына көп жақындамай, қашан бас салар екендей үркектеп тұрады. Қолы қалт етсе, өз бөлмесіне кіріп, бекініп алуды шығарды. Өзінше ол да әлде бір жауапкершілікті сезініп қобалжи ме екен, немесе жай ғана әйелдің еркелік назыма. Қайсысы болса да, Жанайдар осы бір ойынды тым ұзаққа созғысы келмеді. Бір күні іңірде ас үйден шығып келе жатқан Балайымның білегінен шап беріп ұстай алды. Сол беті келіншектің жатын бөлмесіне жетелеп алып кеткен. Қарсылық жоқ, аздап қымсыну бар. Киім-кешек жүргенде тым талдырмаш, аршаңдау көрінуші еді, шешінгенде байқады. Денесі толық, балғын да жұмыр екен. Аздап қымсыну, балсыну жайына қалды. Өліп өшіп аймалағанда сүліктей сорып әкетіп барады. Сірә көптен еркек көрмей зар күйіне келіп жүрсе керек. Жанайдардың екі иығын шиедей қылып шайнап тастады. Розалия да төсекте тым қылықты еді. Мынау тіпті сұмдық, еміренген аңғыранған неше алуан дыбыстар. Нағыз құмар сәт келгенде құлын дауыс шығып, өкіре айғайлап жіберді. Өзінің құшағы да жанап тұрған өрт екен. Жанайдардың құр сүлдері қалды. Ылғи осындайсың ба? Жаңа не айғайладың? Деді қасында қатар жайғасқан соң. Айғайладың ба? Туй атай. Балайым мұның қолтығына тығылды. Өзіңіз ғой, адамның жанын шығарған. Жанайдар қазір өзінде Балайымға да разы еді. Неде болса бір бала кетті, ұл мекен, қыз бекен, деді ол шалқасынан шалқыған көңілмен. Сізге қайсысы керек? Ұл тусаң жақсы болар еді, әркімге бір жалынып жүргенше. Жалынбайсыз, деді Балайым, мұны қайтадан аймалап. Розалия апа екеулеріңізге қанша бала керек болса, соншасын туып берем. Жанайдар мен Балайым оңаша үйде осылайша 10 күндей дәурен сүрді. Сол аралықта жолаушының да қайтатын кезі болып қалған екен. Розалия ауажайда қарсы алған күйеуінің бетіне бір қарап жіберді. Өзің сатқа құрғандай жүдеп кетіпсің ғой, деп күле тіл қатты. Білесің ғой, сен жоқ жерде менің бабымда келмейді. Жанайдар уәж айтқандай болды. Жайың белгілі, біз алғаш үйленген кезде де дәл осындай жүрегенсің, деді Розалия сықылықтай көрініп тұр. Бетіңді бір салған екенсің. Бүлінген ештеңе жоқ, бар болғаны өзіңнің тапсырмаңды орындадық. Адам баласы басқа түссе бәріне келеді екен ғой. Әншейінде күйеуінің үстіне шыбын қонса қызғанатын Розалия ақыры басқа бір әйелмен жар төсегін бөлісуге мәжбүр болды. Осы сарсаңды бастаған өзі енді не де болса ақырына дейін шыдау керек. Балайымның бойына бала біткен күні де қашан толғағы басталғанша төсегін суытпау керек екен. Онда гинеколог мамандардан сұрап алған Розалия біразға дейін кәдімгі күндестерше төсек кезегін сақтап жүрді. Арада тағы бір ай өткенде Балайымның бойына бала біткенін беймәлім әңгіме мәлім болып шыға келді. Дәрігерден осы хабарды естігенде Жанайдардың тұла бойы бір суыды. Бұрын соңды болмаған бастан кешпеген жай. Розалияның ағыл-тегіл жылағанын көрсең. Қуаныш пе, күйініш пе, жіп тағу қиын. Жұрт қуанышқа жорды. Жанайдармен 15 жыл бірге тұрғанда қимаған бақытты Құдайдың есіктегі қызметшіге бере салғанын көрмейсің бе? Сол күннен бастап Балайым ерекше күтімге алынды. Оның енді қатты қайғырып, жұмысқа араласып, үй қызметіне басқа бір әйелді жалдап алу керек екенін шешті. Болашақ сәбидің дені сау қалыпты өсу үшін бар тәтті дәмдіні анасының аузына төсті. Содан не керек? Ай күні толғанда Балайым балпанақтай ұл тапты. Жығылсаң түйеден жығыл деген, өліп талып зорға көрген ұлдың атын Абылай қойды. Ең кереметі баланың туралы куәлігіне әкесі Жанайдар, шешесі Розалия деп жазылды. Розалияның қуанышында шек жоқ. Бүкіл туыстарын, достарын шақырып шілдехана жасады. Кішкентай Абылайдың басынан құс ұшырмайды, балаға жасанды тамақ жақпайды деген соң, Балайым оны 1 жылға дейін осында қалып емізетін болды. Әйелдерге бала табуға жағады. Босанғаннан кейін Балайымның гүл-гүл жайнап құлпырғанын көрсең. 1 жыл дегенде әжептәуір уақыт. Қазақта баланы арасында үзбей емшек сүтімен көтеру деген болады. Бұл аралықта Жанайдар да қарап жатқан жоқ болар. Абылай жасқа толып жүре бастағанда
балайымның іші тағы томпайып қалып еді. Өмірден асқан ұстаз жоқ жажымыстың ішіне. Не шара, мойын сал болып көнуге тура келген. Сен енді осында қаласың, деді Розалия төрт көзделі түгер отырғанда балайымға қарап. Өзің әмбебап әйел екенсің. Бір үйге бір қатын аз, екі қатын көпті кетпейді екен. Соны баяғыдан бері қалай білмегенбіз. Мен түзде жүрген кезде сен үйде балаларға ие боласың. Көңіл сыйса екі қатынға бір бай былай жетеді. Көрейік бұл жағдайлар сен екеумізді қалай асырар екен. Содан бері арада 2-3 жылдай уақыт өткен. Балайым аман есен босанып, бұл жолы Айсар атты қыз тапты. Қыз бала қашанда ширақ, қазір аяғын апал-тапал басып жүр. Тек Жанайдардың ғана міндеті еселеніп ауырлай түскен. Оның есесіне еңсесі биік, көңілі көтеріңкі. Бір басы әлденеше адамға айналып, тамырын терең жіберген бәйтеректей бұтақтанып барады. Кеше төсекте жатқанда байқады, балайымның аяғы тағы ауырлай бастаған ба, қалай?